1450 ауыл bizim қазақтың картасынан жойылды. Ал енді сол қателікті билік басындағылар мойнына алу керек. Шаруа документін дайындап папкасын ұстап жүре ме, жоқ ана малын бағып егін еген. Елтаңбаны өзгерту ұсынысын қалай қабылдадыңыз? Идея меніңше Қасым-Жомарт Кемелұлынан шыққан жоқ. Президент болып кетем деген мақсатыңыз болды ма, әлде кандидат ретінде тіркелдіңіз ба тек қана? Сіздер кішкене былай сұрақты былай бұрмалап кішкене бір жан былай қоясыздар. Ол меніңше ол дұрыс емес. Маған айтты, сен айналайын Жигули шыныңды айтты. Сен бір спектакль қойып ана өткен қосан құсап жүрген жоқсың ба? Жасым 70-ке бейіл келеді. Байден қазір 80 кеп қалды. Анау кім Трамп, о да 80 кеп қалды. Екеуі таласып жатыр ғой. Өмірі әлі алды да ғой. Демек, төрағасы ауысқанмен ауыл партиясының саясаты ауыспайды. Ассалаумағалейкум, Баймеди YouTube арнасының көрермендері, эфирде депутат бағдарламасы. Біз бүгінгі хабарды түсіру барысында Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің депутаты, ауыл фракциясының мүшесі Жигули Дайрабаев ағамызға келдік. Ассалаумағалейкум аға. Уағалейкум ассалам. Жигули аға, жалпы бүгін эфир барысында халыққа жауыр болған есіміңіз жайлы, өзіңіз жауап беріп қойған ұлдарыңыз жайлы ешқандай сауал болмайды. Бүгінгі хабарымыздың аты айтып тұрғандай депутат. Бұл тек қана сіздің депутаттық жұмысыңыз, депутаттық сауалдарыңыз, осы мандатыңыз жайлы жалпы. Сізге келерде осы өмірбаяныңызды қарадық. Сіз жалпы осы 8-ші шақырылымның депутатынан бұрын Қазақстан тәуелсіздік алмай тұрып 1990 жылы мен 95 жылдар аралығында жоғары кеңестің депутаты болдыңыз, иә? Жалпы қазіргі депутаттар мен сол бұрынғы депутаттардың арасында қандай айырмашылық бар қазір? Қандай сұрақ болса да еркілмей ойыңызда сұрақ қоя беріңіз. Мен шамам келгенше жауап беруге тырысамын. Өмір туралы, тұрмыс туралы, жанұям туралы, аты жөнім туралы не сұрақ? Жоқ, оған дейін жауап беріп қойдыңыз ғой деген ол сұрақ қайта-қайта қоя берген. Ол мен ешқандай сұрақтан қашпаймын, өйткені мен енді халықтың алдында жүрген азамат болғаннан кейін. Енді жаңа сіздің бірінші сұрағыңыз, енді рас, мен сол 90 жылы сол 35 жасымда жоғарғы кеңестің 12-ші сайланған жоғарғы кеңестің депутаты болып сайландым 90 жылы. 91 жылы біз Қазақстан Республикасының тәуелсіздігін жарияладық. Енді ол сол алғашқы бір анық демократиялық мынау алғашқы сондай бір жақсы сайлаулар өтті сол 90 жылы. Альтернатив түрде бір 4 жаңағы кандидат таласып, бірінші турда өте алмай, екінші турда 2 азамат шығып, сол екінші турда екеуміз шыққан азаматты мен басым дауыспен 60-70% дауыс алдым. Сөйтіп мен жоғары кеңеске депутат болып сайландым. Сол кезде біздің жоғары кеңес 4 жыл жұмыс жасадық қой. Енді ол кеңес өкіметі кезіндегі басталған парламент жоғары кеңес болды. Содан енді тәуелсіздік жарияладық. Уақыттың ағымына сай басқа мемлекет құрылып атқаннан кейін біз сол 4 жыл жасап, сол мына мемлекет басшысын қолдайық деп, жаңа Қазақстан, жаңа мемлекет болдық деп, біз сол 1 жыл ерте тарадық. Самороспуск дейді ғой. Өз еріктеріңізбен? Өз еркімізбен. Сондағы жағдай сол мына жаңаша, жаңа билік келіп жатыр, жаңа мемлекет болып жатыр. Соған бір септігіміз тисін, кедергі болмайық деген оймен сондай шешім қабылданды. Ал енді жалпы сол 365 депутат сайланды. О кезде сол жартылай кәсіби парламент болды ғой. Сол жартылай кәсіби парламент, соның 365-тің 90 депутаты осы қазіргідей сол барлық жұмыстан босатылып, айлық алып сол парламентте жұмыс жасады. Біз сол кездегі парламент
жартылай кәсіби парламент болды. Біз жылына 2 рет, көктемде 2 ай, күзде 2 ай барып, сол жылын 2 ай сол депутаттардың дайындаған жаңағы құжаттарын, заңдарын біз 4 айда жылында барлық жұмыс тастап, сол жұмыс жасап, сол бекітіп отырдық. Мәселен, сол кездегі қазақтың біртуар азаматтары, айтайық, Салық Зиманов, Сауық Такежанов, Шерхан Мұртаза, Марс Фазлыш Үркімбаев, Өмірбек Жолдасбеков. Енді ол мемлекет жаңадан құрылып атқаннан кейін бұрынғы кеңес өкіметіндегі заңдардың барлығы қайта қаралып, өзіміздің мемлекетімізге сай, тән келетін мемлекеттің жаңағы әрбір қазақстандықтың тиянақты құқығын қорғайтын, өзіміздің конституциямызға сай заңның бәрін қайта қарап, қайта құрастырылды ғой. Сондықтан ол оңай болған жоқ. Қанша пайыз сақталды? Сол кеңес үкіметінің заңдары сақталған кездер болды ма? Қанша пайыз сақталды? Әлде түбегейлі? Түбегейлі өзгертілді. Біздің енді өзіміздің ұлттық санамыз, қазақи салт дәстүр, соның төңірегін, сол қазақи құндылықтар басым бағытқа алынды ғой, былайша айтқанда. Сіздердің сол 12-ші шақырылымның тұсында Қазақстан тәуелсіздігін алды дедік, иә? Тәуелсіз Қазақстанның конституциясы қабылданды. Рәміздері қабылданды 92 жылы 4 маусымда. Осы бүгінгі жалау, біздің жағы әнұран, герб, соның барлығы. Сондықтан оның барлығы біздің мемлекеттің тарихында мәңгі сақталады ғой. Алғашқы рәміздерді қабылдағандардың қатарында болдыңыз. Және де осы биыл президентіміз ұлттық құрылтайдағы жиында елтаңбаны өзгерту ұсынысын жариялады. Қалай қабылдадыңыз? Енді бұл идея меніңше Қасым Жомарт Кемелұлынан шыққан жоқ. Енді сіздер байқайтын болсаңыздар, қазір енді бір демократиялық қоғам. Бізде азаматтар көп қой енді. Ой көп, пікірталас көп. Ал енді бүгін мәселен осы гербті жаңалап тастайық, оны өзгертейік деп түбегейлі үзілді кесілді ол кісі айтқан жоқ. Оны енді халық талқыға салады ғой енді. Халықтың еншісіне берді ғой, иә. Еншісіне берді. Сондықтан ол кісі дұрыс шешім қабылдады ғой деп ойлаймын. Енді мен өз пікірім өзімде, оны мен өзімде сақтаймын. Жақсы, рахмет. Ал енді осы депутаттық жұмысыңызға келсек, сайлау алды бағдарламаларыңыз қалай болды? Ауыл партиясының? Біз өздеріңізге мәлім, енді мына 1 жылдан астам уақыт болды ғой, тура 1 жыл толды. Былтыр сол наурыз айының 19-ында 23 жылы кезектен тыс сайлау өтті. Жоғары кеңес және мына мәжіліс парламентінің жергілікті мәслихат депутаттарының сайлауы бәрі бір күнде өтті. Сол сайлауда өздеріңіз байқағандай 12 миллионға жуық сайлаушы қатысты ғой Қазақстан бойынша. Соның ішінде біздің партия, мына Аманат партиясынан кейін 2-ші орын алдық. Біздің алған үлесімізге байланысты парламентке 8 ауыл халықтық демократиялық патриоттар партиясынан 8 депутат өттік. Оны сіздер өте жақсы білесіздер. Енді парламентте 6 партия бұрын соңды болған жоқ қой. Енді Қазақстанның тарихында 6 партия сол парламентке өкілдер өтті. Енді бұл деген сөз біздің мына 22 жылы мынау мемлекеттің ата заңын өзгерту туралы референдум болды ғой. Сол референдумның қабылданды. Жаңа қоғам құру, жаңа Қазақстан құру, мынау мемлекетте реформалар жасау, саяси реформа жасау. Осының төңірегінде мемлекет басшысының
Қасым-Жомарт Кемелұлының қойған талаптары енді тайға таңба басқандай көрініп тұр ғой. Сол референдум болды, одан мемлекет басшысының, президенттің сайлауы өтті, одан кейін барып мынау мәжілістің сайлауы өтті. 6 жаңағы әртүрлі партияның өкілдері парламентке өтті. Бұл енді былайша айтқанда жаңа сөздің басында айттым ғой, бұрын соңды болған жоқ. Бұл мынау Қазақстандағы демократиялық өзгерістердің, сол анау конституция қабылданған реформадағы конституцияның іске аса бастағанның, өмірге аса бастағанның нәтижесі ғой. Мына заң шығарушы биліктің тұтқасын ұстап отырғаннан кейін барлығымыз сол халық сайлаушылардың мүддесін қорғап, солардың талап тілегін орындау үшін келдік қой осы парламентке. Сондықтан біз ең алдымен сол халықтың мүддесін бірінші кезекке қоямыз. Ол кісілердің талап тілектерін өте жақсы мұқият тыңдаймыз, қабылдаймыз. Тікелей бірақ та сайлау алды біздің бағдарламамызда біз бірінші екі мәселе, осы екі заңға қабылдасақ па деген өзіміз алдымызға мақсат қойдық. Ол бірінші мемлекеттің азық-түлік қауіпсіздігін сақтау туралы заң. Екінші агробанк. Ол агробанк мәселен не үшін? Әрбір шаруа, әрбір фермер, ауыл шаруашылығымен айланысатын азаматтарға қолжетімді несие болу керек, қаражат болу керек. Мен осы тек қана осы агробанк туралы осы бір жылдың ішінде 2-3 депутаттық сауал жасадым. Қанша жаңа дөңгелек үстелдер өткізілді. Комитетте бұл мәселені қарадық. Өзіміздің партияның фракциясында қарадық. Үлкен ауыл партиясының үлкен жиналысында да қарадық. Съезімізде де қаралды бұл мәселе. Сондықтан өндірісті жүргізу үшін ол ауыл шаруашылығымен айланысу ол оңай шаруа емес. Шаруа еңбек адамына, ауыл шаруашылығымен айланысатын адамдарға ең бірінші не керек? Оларға ең алдымен бірінші қолжетімді несие керек. Ол бір терезеден алу керек. Бізде қазір көп қой мәселен. Баяғы өзіңіз білесіз, Қазагро деген бізде компания болды. Оның бір 7-8 жаңа еншілес мекемесі болды. Оны әйтеуір соңғы 3-4 жылда айтып жүріп, оны қысқартып, бір 2-3 қалды. Оны алып келдік дағы бәйтерекке апарып кіргізіп қойдық. Олардың қаражаттары қомақсыз. Қомақты қаражат жоқ мәселен, жетпейді мәселен. Мен осындай, соның кейін оның жаңағы кепіл саясаты дұрыс емес. Шаруаның жұмыс істеуіне мүмкіншілік жоқ та. Мәселен, агрардың кредиттік корпорациясы дейміз. Бәйтерекке қарайды қазірге. Солдан шаруа қаражат алу үшін бір 34-35 документ дайындайды, құжат. Сонда айтамыз, айнан-айнау. Ол шаруа документін дайындап папкасын ұстап жүре ме, жоқ, ана малын бағып, егін неге ме? Көрдіңіз бе? Біз мәселен үлкен бір жаңалық ашқан жағдайымыз жоқ қой. Мәселен біз енді кеңес өкіметі кезінде мен енді 10 жылдай колхоздың бастығы болдым. Ауыл шаруашылығы жөнінен, ауыл шаруашылығын қаржыландыру жөнінен дәп қазіргідей қиыншылық көрген жоқпыз. Сондықтан біз ол өткен уақыттағыдағы бір жақсы нәрселерді біз оны шегеріп бастап деп ол мақсат бір ол өткенді көксеу, аңсау емес қой. Уақыт деген өзгеріп жатыр. Біз қазір тәуелсіз ел, біз мемлекетпіз. Сондықтан өткенде 7-ші ақпан күні мемлекет басшысы да Қасым-Жомарт Кемелұлы дұрыс талап қойды. Айтты, мынау фермерлердің, ауыл шаруашылығымен айланысатын азаматтардың барлығын бір терезеге жинақтау керек. Бәрін жаңа аграрлық кредиттік корпорацияның төңірегіне қаржыландыруды бір терезеге жақындату керек деп. Агробанк ашу деген мәселені айтқан жоқтым, бірақ та соған жақындап әңгімені айтып жатыр. Сондықтан біз бұл жөнінен өкімет алғаш қарсы болды. Ұлттық банк басшылары қарсы болды. Бірақ та біз енді ол халық сұраса қан астындағы жалғыз түйесінде сойып береді деген әңгіме бар. Біз ол атқарушы билік деп бөлетін жағдай жоқ. Біз билік
ол халықтың билігі. Халық мәселе не сұраса, халыққа қалай ыңғайлы жұмыс жасау керек, соны ойластыру керек. Сондықтан біз мәселен желтоқсан айында 23 жылдың аяқ жағында дөңгелек стол ұйымдастырдық. Аграрлық комитет дөңгелек стол ұйымдастырып, ауыл партиясы. Үкімет мүшелерін, біраз ауыл шаруашылығындағы айланысатын кәсіпкерлерді, эксперттерді, соның барып ұлттық банктың өкілдерін, қаржылық нарығын қадағалайтын мекемелердің басшыларын бәрін шақырып, біз бір 2 сағаттан астам біраз талқылауға салдық. Сонда соның алдында 72 парламенттің депутаты өкімет басшысына хат дайындадық. Агробанк ашу туралы. 98-дің 72 депутаты қол қойды ғой, Агробанк ашылсын деп талап жасады. Сондықтан енді сол 98 депутат сол өкіметке сенім арттық қой, өкімет сайланды ғой. Сондықтан сол жиналыста ұлттық банктың орынбасары да, қаржы нарығын қадағалайтын мекеменің басшылары да, барлығы сол біздің ауыл шаруашылығымен айланысатын шаруашылық басшылары, эксперттердің сөздерін мақұлдап, Агробанк ашуға қарсылығымыз жоқ. Тек қана бұны ашылғаннан кейін ол соның бір дұрыс моделін, халыққа тиімді жұмыс істеуіне мүмкіншілік жасайтын моделін ұйымдастырайық деп, сондай мәмілемен тарастық. Қазір енді біз соның төңірегінде жұмыс жасап жатырмыз. Соңғы жылдары біз дұрыс ауыл шаруашылығы, ауыл туралы дұрыс саясат жүргізген жоқпыз, оны мойындауымыз керек. Жіберілді қателік. Ал сол қателікті билік басындағылар мойнына алу керек. Қандай қателік жіберілді? Мәселен, кезінде мынау ірі шаруашылықтың колхоз, совхоз бәрін таратып жіберді. Қазір мәселен бізде 300 мыңға жоқ әртүрлі формадағы шаруашылықтар бар. Бір мәселен Жамбыл облысына айтайық, бүт Қазақстанымыз. Бір Жамбыл облысында кезінде 153 колхоз, совхоз болатын. Ұйымдасқан. Қазір 18 мыңнан астам шаруа бар. Әртүрлі формадағы шаруа қожалықтары. Бөлініп кетті. Бөлінді. Ауыл партиясы ауылға жақын. Ең жақын. Партиялардың ішінде ең жақын ауыл партиясы. Бірақ қазір өзіңіз білесіз, Қазақстанның жартысын су басты. Ауылдар көмек қолын созып үкіметке қол жайып отыр. Өтемақысының алмай жатқандар бар. Олардың бағалау комиссиясы әлі үйіне бармаған адамдар бар. Өзіміз кеше Құлсарымен барып танысып келдік. Ауыл партиясының фракциясының депутаттары сол өңірлерге барды ма? Ауылдарға барып жағдайын білдіңіздер ме? Біз мәселен сіз айтқан елді мекенге барған жоқпыз, әрине. Дегенмен де осы су тасқыны кезеңінде ауыл партиясы бір шет қақпай қалып деп айтудан мен аулақпын. Біздің 4-5 әріптестеріміз, мәселен осы Ақмола облысы, Солтүстік Қазақстан облысы, Қостанай, Павлодар облысы барлық жерге барды. Содан кейін біз ауыл партиясының басшылары өзіміз ақылдасып, әр облыстық филиалдың басшыларына тиянақты іс-шара тапсырмалар бердік. Соның арқасында біз бізде әр апта сайын данный жинаймыз. Есеп счет ашылып, қаржылай көмек беру сол зардап шеккен азаматтарға. Содан кейін азық-түлік, құрылыс материалдары, осының төңірегінде қазір біз әрекет жасап жатырмыз. Бізде қазірге дейін 200 тоннадан астам әртүрлі азық-түлік жеткізілді осы өңірлердің барлығына. Енді амандық болса, қазір осы тірліктің бәрі басылғаннан кейін біз сол партия тарапынан енді Ақтөбе облысы, Батыс Қазақстан облысы, Атырау облысы, Қостанай, Солтүстік Қазақстан, осы облыстарда үй салу мәселесіне көмектесудің, құрылыс материалдарымен көмектесудің амалын жасап жатырмыз қазір. Есеп счет ашып, қаражат жинап жатырмыз. Оларға құрылыс материалдары, мәселе цемент,
ағаш. Кім барды жаңа өңірлерге, солтүстіктегі? Бізге өңірлерге Аян Зейлин барды, Қарақат Әбден барды, Аршитин Николай барды. Осы азаматтар барды барлығы. Енді амандық болса, бұл рас бір қазақшасын айтқанда бір нәубет болғандай болды ғой енді. Біз өткенде Құлсарыға бардық, Атырау облысындағы. Бұл жердің халқы айтады, әлі 369 мың теңгелік бір реттік көмек беру тапсырылды ғой. Оны да алмаған кісілер бар дейді. Мүмкін осы уақытқа дейін алған шығар. Арадан уже бір аптадай уақыт өтті. Ал көбі теледидарда беріліп жатқан ақпаратпен біз келіспейміз дейді. Теледидарда мүлдем басқаша ақпарат айтылып жатыр. Біздің өміріміз қазір мүлдем басқа болып тұр дейді. Соған олар аманаттың депутаттарының барғанын айтты. Ақтөбеге Ақжол партиясы барды деймін осы. Ауыл партиясы сіздерді көрген жоқпыз. Сіздерді іздеп отыр ғой олар, ауылдықтар. Біз былай келсек, біз мәселен мынау парламентте мынау партия екен деген бізде ол әңгіме жоқ, Самат. Сіздер кішкене былай сұрақты былай бұрмалап, кішкене бір жан былай қоясыздар. Ол меніңше ол дұрыс емес. Біз мәселен жүрген жерімізде мен мынау партиядан едім, мына партияның жұмысы дұрыс емес деген әңгіме болмайды ғой. Біздегі 6 партияның мәжілістегі 6 партияңды қанша әртүрлі көзқарас болғанымен бізде бірақ мүдде. Ол мынау мемлекеттің беріктігі, мемлекеттің тыныштығы, әрбір Қазақстанның әлеуметтік тұрмыстық жағдайының жақсаруы. Осының төңірегінде біз әрекет жасаймыз. Енді ол бір ауылға бармай қалды екен деп, бүкіл ауыл партиясының депутаттарының атына бір топырақ шашу меніңше ыңғайсыздау болады деп ойлаймын. Біз әрине Құлсарыға да, Петропавлға да, Атырауға да, Оралға да бәріне жанымыз ашиды. Бәрі қазақстандықтар. Мен жаңа айтып отырмын ғой сізге, біз қол қусырып отқан жоқпыз. Біз мәселен өткенде маған бір журналист сіздің әріптесіңіз айтады, сіздер неге үндемейсіздер, мынандай тіріл жасап жатсыздар. Бір облыстың өзіне бір 14 үй апарып тігілді. Вагондар апарылды мәселен. 200 тонна жаңа әртүрлі азық-түлік. Мен айтамын, айналайын. Біз ол адам жаман бергенін айтады. Бұл жалпы мынау халықтың басына түсіп жатқан қиынды, ол әрбір қазақстандықтың, әрбір қазақтың міндеті көмектесу. Сондықтан біз бұл жерде бір саяси бір ұпай түгендеп, біз анадан партиядан озып кеттік деген ол біздің азаматтығымызға сын, былайынша айтқанда. Сондықтан о жөнінен сіз жаман ойламаңыз. Біз ауыл партиясы елмен, халықпен біргеміз. Жақсылықта да, қиыншылықта да шамамыз келгенше көмектесеміз. Жақсы, рахмет. Жалпы енді депутаттық сауалыңызға келсек, кеше жолдаған өнеркәсіп министріне жолдаған сауалыңыз қазір әлеуметтік желіде үлкен қолдау тауып жатыр. Сізді қолдап жатыр. Осы күнге дейін расымен де сол министрліктің істейтін жұмысы ғой деген сияқты әңгімелер айтылып жатыр. Мен өз түсінігім былай, Самат. Ауыл шаруашылығының осындай бүгінгі күйзелісте тұрғанына мен жаным ауырады. Көп азаматтар түсінбейді. Ауылдың не екенін, ауыл шаруашылығының не екенін. Ауыл шаруашылығы ол ең ауыр сала. Өйткені ойлаңызшы, мәселен, сол мал шаруашылығын алыңыз. Малшыда қай күні 1 май, қай күні 9 май бар. Қай күні жаңа жыл бар. Ол 1 май екен, бізде бүгін демалып алайық деген әңгіме жоқ қой. Ол уақытылы суын ішу керек, уақытылы жемін, шөбін жеу керек, ол уақытылы жайылу керек. Ал енді соның артында жүрген ол кім? Ол соның артында жүрген малшы, қарапайым еңбек адамы. Біз сол қадірді өте түсінуіміз керек. Кешегі менің анау өкімет мүшелеріне айтқан менің ол жан айқайым. Ол мен бір енді ол әркім әртүрлі баға береді ғой. Мен бір көзге көрініп, кейбір адамдар жазыпты ғой, мынау популизм ғой, ал не істейсің енді, құр айқайладың деген сықылды сондай айтады. Маған популизмнің қайып жасаудың керек жоқ. Мен ондай жастан өтіп кеткен адам. Мен мына бүгінгі күндегі ауыл шаруашылығы жөнінен қоғамдағы жағдайға жаным ауырады. Өйткені біз ауыл шаруашылығын, ауылды біз біраз туралатып алдық.
1450 ауыл біздің қазақтың картасынан жойылды. Жаңа сіз екеуміз сөйлестік қой, мына солтүстік Қазақстан облысындағы екі ауданды алайық. Байлықаным ауданы мен Жамбыл ауданын алайық. Шекаралас аудандар. Ауылдарын барып көріңіз қандай екен. Не жол жоқ, не су жоқ. Ауылдың барлығы туралап, тарап көшті. Ал енді соның барлығы біздің қазақтың жері ғой. Өзіміз ие болуымыз керек. 1500 ауыл деген сұмдық қой. Оған қандай ақыл керек? Бар нәрсені құруға, бар нәрсені бүлдіруге орыстар айтады ғой, ломать не строить деп. Оған көп ақылдың керегі жоқ қой. Ол былайша айтқанда ақымақтық, былайша. Ашса айтылса да. Сондықтан ол кешегі біз аграрлы мемлекетпіз ғой. 200 миллион жайылым жеріміз бар. 200 миллион жайылым жерімізде бар болғаны 18 миллион қойымыз бар. Ал оны Қазақстан тәуелсіздік алған жылдар бізде 38 миллион қой болған. Мәселе қайда жатыр? Сондықтан біз жіберген кемшілікті мойындауымыз керек. Енді жұмыс істеудің амалын ойлау керек. Мына адами факторды бірінші кезекке қою керек қой. Bir ғұламаның айтқан сөз бар. Мемлекеттің жағдайын мынау Астананың жағдайымен бағалам емес, алыста жатқан шалғай елді мекеннің жағдайымен бағалау керек мемлекеттің жағдайын деп. Сол айтқанда ең алдымен сол ауылдың жағдайын ойлауымыз керек. Ауылды жағдайын, ауыл шаруашылығының жағдайын. Ауыл шаруашылығының жағдайымен ауыл шаруашылығы екеуі егіз ұғым ғой. Екеуін бөліп жатуға болмайды. Кешегі мен өкімет мүшелеріне қойып отқан талабым да сол. Айналайындар кішкене бастарың ауырсын да деп. Мәселен айтайық, президент тапсырма қойды. 2,5%-ке жаңағы еңбек өнімділігін арттырыңдар деп. Ол кісі өткенде ақпанның 7-сі күні тапсырма берді. Мынау лизинг туралы, қолжетімді лизинг 450 миллиардқа дейін көбейтіңдер деді. Президент айтпай қойып жатқан жоқ, айтып жатыр. Ол кісі мынау жаңағы ауылға қолдау үшін 1 триллион 800 миллионға дейін ақшаны көбейтіңдер деді. 10 есе көбейт тапсырмай беріп жатыр. Бірақ тыңдайтын құлақ жоқ. Енді тыңдайтын құлақты табамыз. Ол кешегі айтылған әңгіме ол жай айтылған емес, ол мен арнайы официально сол парламент қарайды ғой, өкімет парламентке былайша айтқанда подотчетный ғой. Не деген сұмдық ол? Сондықтан ол мемлекет басшысының айтылғаны ол ешқандай сөз бидарға салынбау керек. Менің өкімет басшысы да тапсырма берді. Осы 1 мамырға дейін лизингке 5%-пен 100 миллиард ақша бер деп жаңағы қаржы министріне, экономика министріне, басқасына. Ертең 1 көктен ақша түскен жоқ. Бағана маған звондады, зауыттардан да, фермерлерде звондап жатыр. Қашан болады бұл деп. Мен осындай мәселелердің бәрі мынау орындау, мынау мемлекетте мәселен орындау тәртібі деген қатал болу керек қой. Біздің мәселен үйде де мәселен тәртіп болмаса үйде береке болмайды ғой. Мемлекетте сол үлкен үй ғой. Мен кеше тегін өзім 10 жыл колхоздың бастығы ойым есіме түскен жоқ. Тегінен. Жаның күйеді. Сізге келердің алдында парламенттегі парақшаңыздағы өмірбаяныңызбен таныстық. Еңбек өтілім 52 жыл, соның 49 жылын басшылық қызметте атқарғанмын деп жазыпсыз. Енді ауыл шаруашылық саласы ғой, енді өзіңіз айтып отырған. Өзіңіздің кәсібіңіз бар ма? Мен енді сол өндір ауыл шаруашылығымен айланыстым. Бүгінгі күнге енді кәсібім жоқ. Балалар айлансады шаруашылықпен. Ауыл шаруашылығында жеріңіз, малыңыз, қойыңыз бар ма деген ме? Онда мен өзімде қазір тікелей өзімде жоқ. Маған енді қазір болмайды да ғой. Мәселен, мен енді өзім мәселен водительмін. Өз машинамды өзім айдаймын. Машинам бар. Мәселен енді парламентте де машина бар ғой енді. Бірақ қазір енді парламенттің үйінде тұрамыз. Парламенттің мәселен бір жыл асты бір күн машинасымен мінген емеспін. Өкіметке бір тиын болса да зиян тимесін деймін дағы, өзімнің жаңағы машинамды мініп аламын. Депутатқа дейін болды ма? Мен бе?
кәсібіңіз? Жаңа маған бізге болмайды деп отырсыз ғой. Иә, жоқ, депутатқа дейін болғанда мен енді Астанаға 19 жылы келдім ғой, мына ассоциацияны басқаруға. Мен енді зейнетке шыққанша мен де шаруашылықпен айланыстым. Зейнеттен шыққаннан кейін балаларға бердім, балаларға айлансады. Тікелей енді өзімде кәсіп жоқ қой. Осы 2022 жылы президенттің сайлауына қатыстыңыз кандидат ретінде. Ол жерде де нәтижеңіз жаман болған жоқ. 6 кандидат болды. Бірақ сіз өзіңіздің президент болып кетемін деген мақсатыңыз болды ма, әлде кандидат ретінде тіркелдіңіз ба тек қана? Сайлауалды бағдарламаңыз қалай болды? Бұл сұрақ маған талай қойылды. Бірақ та мен шын жан-тәніммен күрестім. Президент болғым келді. Мен мәселен Қасым-Жомарт Кемелін құрметтеймін. Әккі мықты халықаралық дәрежедегі үлкен саясаткер ғой. Бірақ та мынау демократия мәселен 6 адам түсіп жатыр. Кім мәселен жаман болсам деп ойлайды. Мен де президент болғым келді. Қарапайым, тәртіпті қатал ұстайтын. Мен жаңа қыжылымды естідім ғой, кешегі парламенттегі. Бізге тәртіпті керек. Демократия. Демократия ол жаңа ауызға келгенді құсып, сөйлеп, елдің бәріне өзі бітірмей, диванда жатып, диванны эксперт болу емес қой. Демократия деген ол мемлекеттің бірінші қатаң тәртібін орындау. Қоғам алдында жауапкершілігіңді сезіну. Вот демократия деп мен солай түсінемін. Сондықтан мен кандидатқа түскеніме ешқашан өкінбеймін. Кандидатқа түстім. Мен бұрында аралап жүрген мемлекет қой. Қазақстан 20 регионға барып кездесу өткіздім. Сондықтан мен шын жан-тәніммен күрестім. Президент болғым келді. Бірақ та енді Қасым-Жомарт Кемелұлы жеңіп кетті. Оған ешқандай қызғанышым жоқ. Жеңді, мен 2-ші орын алдым. Сондықтан өмір деген жалғасып жатыр ғой. Сол кандидат болып президентке өтпей қалғаныма мен бір өкініп, бір сауыр ойымға түскем жоқпын. Мен енді саясаткермін ғой. Одан бетер қайта мен күш алдым. Күш алып осы парламенттің сайлауы болған кезде қайтадан сайлауға түстік. Мынау партияластарын жігерлендіріп қайта күрестік. Өмірдің өзі күрес қой, кім санады. Ол енді ақыл айтушы, сын айтушы көп. Сол ақыр енді өзің өткен бір қозғатындағы адамға ойсақ қойдың. Мәселен, сол кезде бір ағайын бар еді, қайтыс болып кетті. Сол кездесу сол ауылдан бастадым ғой. Залда бір құлыпта жаңағы 400 өзім туып өскен ауылдың бірінші президенттік сайлауды сөзден бастап. Батасын алдым дейсіз ғой. Батасын алып, жерлестерім. Сонда жаңағы өзім жақын туыс ағам маған айтты, сен айналайын, Жигули шыныңды айт деді. Сен бір спектакль қойып, ана өткен қосан құсап жүрген жоқсың ба? Сен бүйтіп, ертең бәріміз жерге қарап, елге күлкі болмайық деп, маған тек әжептәуір елдің көзінше. Соңғы мен айттым, аға, не айтып тұрсыз? Шамаңыз келсе, мені қолдап дауыс беріңіз, жинаңыз ба? Ол андай сөз, мен бір сатқын, біреудің рөлін ойнап тұрған жағдайым жоқ мен. Деген сықылды сондай әңгімелер болды кезінде. Сол айтқандай мен шын ниетіммен күрестім. Бірақ та енді мәреге 2-ші болып жетіп қалдым. Бірақ та өкінбеймін. Ол да бір тәжірибе дейсіз ғой. Ол да бір тәжірибе. Сондықтан енді ол былай қарасақ, мен енді жасым 70-ке бейіл келеді. Байден қазір 80-ге кеп қалды. Анау кім, Трамп, о да 80-ге кеп қалды. Екеуі таласып жатыр ғой. Өмірі әлі алдыда ғой. Әр өмір ұзақ. Менің анам бар, жасы 100-де. Биыл амандық болса 100-ге толды. Осы не айында, осы мамыр айының бір жексенбі күндері сол ауылға барып, сол кісінің бір
бір ағайынның ортасында бір аздаған бір шай беріп сол кісінің бір батасын алсам ба деп отырмын. Сол бір Анасы бар адамдар ешқашан қартаймайды дейсіз ғой. 1000 жасасын анаңыз. сол кісінің жаңағы бір ғасыр жасаған адам ғой енді. Соны бір өзімізше бір шағын бір ортада бір құрметтесек па деген ойым бар. Сол айтқандай 100-ге дейін қайда, бізге әлі 30 жыл бар. Саяси додоға әлі талай додоға түссем ба деген ойым бар. Күш қуат бар, ақыл тәжірибе бар, денсаулық болса, қазағыма пайдам тисе, менің басым қағидам сол. Әйтпесе ол бір мемлекеттің бір привилегиясын алып, бір халықтан бір артық бір ерекше өмір сүретін деген менде ешқандай пайда жоқ. Мемлекетте басшы біреу болу керек, қалған оған тіреу болу керек. Әрбір қазақстандық соны түсіну керек. Ол ана үйде жатып ап, анау бүйтпеді, мынау сөйтпеді, көшеге шығыңдар, құрдық, құйтын болдық деген әңгіменің бәрін доғару керек. Адам баласы жақсы сөйлеу керек, жақсы сөйлеу керек. Үлкен алдына мақсат қою керек. Жақсы, рахмет. Ауыл партиясының төрағасы өзгерді, ауысты. Онымен саясат ауысты ма? Ол не үшін мұндай ауысып түйісіп болды сіздерде партияның ішінде? Енді мен өзім сол ауыл партиясы төрағасының орынбасарымын ғой. Соң анау саяси мүшесінің, президиум мүшесімін. Енді Әли Бектаев 10 шақты жыл ауыл партиясының төрағасы болды. Ол кісі сайлаудың алдында да мен ұзақ жылдар болды. Кетем ба деген өзі не қылып жүрді. Өзінің ниеті болды. Иә, ол кісі де өте әк саясаткер ғой, оның үстіне комитеттің төрағасы, сенатта депутат. Әлде сол сұрағым келген сол ғой, әлде сенатта жүріп мәжілістегі неден басқару кішкене қиындық туғызды ма дегенім ғой. Сол өзі де сол ойлады деймін. Әйтпесе Әлекең де өте бір білімдар азамат қой, саясаткер. Енді ол кісілердің ішкі жағдайын мен білмеймін. Қазір енді кім Егізбаев Серік Рахметілдаұлы істеп жатыр ғой енді. Бұл кісі де көп жылдық тәжірибесі бар азамат қой. Мына атқарушы билікте президент аппаратында бір 15 жылдай қызмет жасапты. Ауыл шаруашылығы министрінің вице-министрі болған. Мынау ақпарат мәдениет министрінде орынбасар. Одан Батыс Қазақстан облысында да облыс әкімінің орынбасары болған. Жалпы өте әккі саясаткер ғой. Демек, төрағасы ауысқанмен ауыл партиясының саясаты ауыспайды. Жоқ, енді ол өзгеріс болады ғой. Қандай да бір тек жақсы жаққа дейсіз. Жақсы жаққа жаңа басшымен жаңа леп келеді ғой. Сондықтан біз енді азамат ретінде, осы партияның мүшесі ретінде көмектесеміз. Партияның бір сара бағыты бар ғой. Соның төңірегінде әрекет жасаймыз. Жақсы, рахмет. Құрметті Жүгіл аға, осы уақытыңызды бөліп бізге сұхбат бергеніңізге алғысымызды білдіреміз. Алдағы уақытта ауыл партиясы да, фракция депутаттары да осы елдің, ауылдың көркеюіне бірқатар өзінің үлес қосады деп сенеміз. Істеріңізге сәттілік, аман болыңыздар. Иә, рахмет, Самат. Енді ойымызды айтып бөлістік қой. Депутатта бізде адам баласымыз ғой, ет пен сүйектен жарағанбыз, оның бәрін сезінеміз. Халықтың талабын да дұрыс түсінеміз. Бірақ та менің айтатыным сол ең басты нәрсе мемлекеттің халықтың бірлігін сақтаудың төңірегінде әрекет жасауымыз керек. Мынау елді бұзбау керек. Мынау халық пен билік ол кім? Ол екеуі бір халық қой. Сондықтан мынау елдің болашағын, жастардың болашағын ойлауымыз керек. Негізі мемлекетіміздің шекарасы мықты болу керек. Мемлекетіміздің экономикасы мықты болу керек. Мемлекетімізде саяси тұрақтылық болу керек. Мінекей осындай бізде осы ойлаған мақсаттың бәрі орындалатын болса, біздің мемлекеттің әлеуметтік, тұрмыстық жағдайы жақсарған, қазақстандықтардың жаңағы байлығы артқан, қуат артқан, мықты мемлекет болған мүмкіншілігіміз бар. Біз осының төңірегінде әрекет жасап, осыған атсалысамыз.
Мен сіздерге де рахмет. Жақсы, рахмет. Құрметті көрермен, ауыл ел бесігі дейді дана қазақ. Ендеше ауылымызды ұмытпайық, көркейтуге әрқайсымыз атсалысайық. Аман болыңыздар.